Енді сол жаққа қосылған жастар бар, біздің елімізден кеткен. Олар осы такфир болу үшін және хижрат жасау үшін сол жаққа. Жамаатул хижра ва такфирдің кітабын оқыды ма? Мысалы, Жезқазғаннан кеткен жігіттер бар. Тағы да басқа облыстардан кетті. Сол Жезқазғаннан кеткен жігіттердің ата-аналарымен барып жолыққан кісілер айтады: беріңіздерші, қандай кітаптар оқыды, көрейік, кімдерді тыңдады, беріңіздерші деген кезде ата-аналары енді сол жерде қан жылап отыр. Олардың оқыған кітаптарын, тыңдаған адамдарын айтқан кезде, кітаптарын көрсеткен кезде, ол жерде Сайд Құтбтың ешқандай кітабы жоқ. Ол жерде Махир Абдул-Азиз немесе Мустафа Шукри, Хасан Алилердің ешқандай кітап жоқ. Бұлар Жамаатул хижра ва такфирдің негізін қалаушылар әлгі Мысырдағы. Бірақ біздегі Қазақстандағы такфиризм ол Жамаатул хижра ва такфирге қатысы жоқ. Қайсы сол Сирияға кеткен жігіт немесе Иракқа кеткен жігіт мен Махир Абдул-Азиз танимын дейді, қайсы Мустафа Шукриді танимын дейді. Ешқайсы танып жатқан жоқ, олар білмейді. Олардың атын да естіген емес. Олар қандай кітаптарды оқыған? Қарасаң, 3 негізді оқыған, 4 ережені оқыған, 6 негізді оқыған. Яғни олардағы такфирлік проблема бұл сәләфизмнен шығып жатқан проблема. Бұл сәләфизмнен шығып жатқан проблема. Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың кітаптарынан шығып жатқан такфир. Ол Жамаатул хижра ва такфирдің емес. Жамаатул хижра ва такфир да такфир, олар да хаваридждер. Бірақ біздің елдегі проблема олардан емес. Қазіргі кезде өкінішке орай сол замаскированный сәләфиттер өздерінің сөздерінде, мысалы бірде біреуінің айтқан сөзі: если разделить салафизм от кутбизма, то в салафизме никакой проблемы нету дейді. Яғни проблеманың барлығы кутбизмде, әлгі Жамаатул хижра ва такфир дейді. А оны алып тастайтын болса, онда салафизм сондай бір пушистый, нежный, яғни бір сондай мамық, керемет, ода ешқандай проблема жоқ. Олар сондай бейбіт адамдар дейді. Ал қарап отыратын болсақ, біздің еліміздегі такфир ол мүлдем сол Жамаатул хижра ва такфирге қатысы жоқ, сол сәләфизмнен шығып жатқан проблема. Олар қайдан алды такфирді? Олар такфирді қайдан алды? Жай ғана, мысалы, ол Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың бір кітабы, Навақидул ислам. Навақидул ислам. Исламды бұзатын амалдар. 10 нәрсені кітабында келтірген. Кітап 2 беттен ба 3 беттен тұрады. Көп емес. Қысымнандай қысқа кішігірім немен басып шығатын болса 2-3 бет шығады. Брошюрка былайша айтқанда. Ішінде адамды кәпір ететін 10 істі келтіреді. Сол кітап қазіргі таңда Мутун талибил айлм, яғни білім іздеуші оқып жаттауы керек болған кітаптар деп Саудияда отырған кейбір шейхтар құрастырған 4 деңгейден тұратын программа бар. Сол программада 1-ші деңгейде тұрады. 1-ші деңгейде. Яғни сен оларды оқыған екен, оларда 4-ші деңгейде, мысалы, әл-ақида тахауия тұрады. Сен мұнан бәрін оқып шыққаннан кейін тахауия саған сен үшін ешқандай рөл ойнамай қалады. Керек емес, әсері болмайды. Неге? Себебі 1-ші, 2-ші, 3-ші деңгейде сенің бағанағы діни тұлғаң қалыптасып болды. Соның 1-ші деңгейінде Навақидул ислам кітабы. Навақидул исламда не дейді? Мысал, енді 1-ші сол Саудияны өзінен бастайық. Саудия енді басқа мемлекеттермен салыстырғанда үкім жағынан дінге қайта жақын. Енді бағанағы кейбір банктерін, басқаларын, соларды жалпы кейбір нәрселерін есептемегенде, бұлай күнделікті өмірге байланысты көп заңдары шариғатқа сай. Шариғатқа сай. Сол мемлекеттің өзін әлгі хаваридждер такфирлікте айыптады. Оны қайдан алды? Олар Сайд Құтбты оқыды ма? Жоқ, Сайд Құтбты оқыған жоқ. Қайдан алып жатыр? Навақидул ислам кітабынан алып жатыр. Навақидул ислам кітабында мұсылманды кәпір ететін бір іс мунасаратул мушрикина ва муаванатухум алал муслимин дейді. Яғни мұсылмандарға қарсы мүшриктерге көмектесу, жәрдем беру деді. Бұны ол кісі не үшін шығарды? Себебі ол кісі Осман халифатына қарсы соғысқан кезде Осман халифатына басқа араб қабилалары көмектесті. Ол араб қабилаларында тасауфта жүрген адам емес, олар қарап отыратын болса. Яғни ол сипаттар табылмайды. Әлгі
Осман халифатын күпірлікте айыптап жатыр ғой. Сол сипаттар мыналарда табылмайды. Бірақ оларды да кәпір деді. Олардың да ханын халал деді. Не үшін? Себебі оларда әлгі мунасаратул мушрикина ва муаванатухум алал муслимин деген сипат табылды деді. Яғни мұсылмандарға қарсы мүшриктерге көмектесу деді. Сөйтіп олар кәпір деді. Соларды кәпір деді. Енді осыны қазіргі жастар алып алды да Саудия мемлекетін кәпір деді. Неге? Себебі олар өзінің еліне, жеріне Американың әскери базасын кіргізді. Солардың бюджетінен, қажеттіліктері бюджетінен алынады. Олар о жерден ұшып барып Афганистанға барады, Афганистанға бомба тастайды, Иракқа бомба тастайды дегендей. Яғни олар мұсылмандарға қарсы мүшриктерге көмектесіп жатыр деді. Сөйтіп оны кәпір деді. Мына жақтан ғұламалар шықты. Жоқ, кәпір емес, сендер оны дұрыс түсінген жоқсыңдар. Сендер қате түсіндіңдер. Біздің мемлекетіміз кәпір емес, ол уәлиюл әмір, оған бағыну керек деген кезде ғұламаларында кәпір деді. Енді ғұламаларын не үшін кәпір деп жатыр? Ғұламалар не үшін кәпір деп жатыр? Ол солардың көмектесуіне разы болдым деп отыр ма? Деп отырғаны бар, отырғаны жоқ. Оны яғни дұрыс деп білетіні бар, дұрыс емес деп, бірақ енді бұл олардан кеткен қателік деп мойындап отырғаны бар. Олар не үшін кәпір деді? Тағы да Навақидул Ислам кітабына келді, тағы екінші бір пункт алды. Мән ләм юкаффирил кафир әу шакка фи куфрихи фахуа кафир. Яғни кім кәпірді кәпір демесе, оның кәпір екендігінде күмән келтіретін болса, оның өзі де кәпір деді. Бұны бағанағы не дейді, тәсәлсөл осылай кете береді. Мысалы, мешіт имамдары кәпір, оның артында тұрып намаз оқыған адам кәпір, басшы кәпір, оның қол астында жұмыс істеген кәпір, оның қол астында жұмыс істеген кәпір, сөйтіп барлығы кәпір болып шыға береді. Барлығы кәпір болып шыға береді. Мән ләм юкаффирил кафир әу шакка фи куфрихи фахуа кафир. Енді сол кәпірді кәпір демеген, оны күпірлегенде күмән келтірген адам, ол да кәпір деді. Сөйтіп, ғұламаларын кәпір деді. Ғұламаларында кәпір деп жариялады. Енді бұл ол елде. Енді біздің елімізге қатысты. Біздің елімізге қатысты. Біздің елімізде де кәпірге шығарды. Енді ол жақпен салыстырғанда әлбетте ол біздіңкі зайырлы мемлекет, біз шариғат мемлекетіміз деп жатқан жоқпыз. Бізді қалай кәпірге шығарды? Ол Мұхаммад ибн Абдул Вахабтың Ад-Дурару Сания кітабында, Ад-Дурару Сания фил аджвибати надждия деген жалпы кітап бар. Бұл кітап сол Ад-Дауа надждия, яғни сол Надждтан шыққан Мұхаммад ибн Абдул Вахабтың жалпы сол қозғалысқа, сол дағуатқа Ад-Дауа надждия деп ат берілген. Ад-Дауа надждия деген. Сол Ад-Дауа надждияның ғалымдарының жолдаулары, пәтуалары, біраз кітаптары ішінде жиналған 16 тома, 17 томнан тұратын кітап. Ад-Дурару Сания фил аджвибати надждия деген. Мұхаммад ибн Абдул Вахабтан бастап, соңғы сол кітап жазылған уақытқа дейінгі барлығы ішінде келеді. Ішінде Мұхаммад ибн Абдул Вахабқа сұрақ қойылған, сұрақта, яғни тағуттар кімдер деген кезде, тағут деген күллу мен убида мин дуниллах, Алладан басқа адамдар оған табынғандар, олар мынандай болып келеді, шайтан, тағы да басқа деп келеді. Ішінде мен хакама би гайри шариатиллах, Алланың шариғатынан басқамен үкім шығарған адам деді. Себебі Алла субхана ва тағала ва мен лам яхкум бима анзалаллаху фаулайка хумул кафирун деп айтты деді. Яғни кімде-кім Алланың шариғатымен үкім жасамаса, ол кәфір деген деді. Бұл сөзді яғни осылайша айтты кетті. Енді бұны шарықтаған, кеңінен түсіндірген тағы да сол салафизмнің шейхі Мұхаммад ибн Ибрахим әл-Шейх. Әл-Шейх, яғни шейхтің отбасы деген. Шейхтің отбасы деген кезде кімге айтылады? Бұл сол Мұхаммад ибн Абдул Вахабтың ұрпақтарына айтылады. Оларға әл-Шейх деген осындай не тағылған. Шейхтің ұрпағы, шейхтің зүрияты, перзенттері деген. Және негізі келісім бойынша кезіндегі бүкіл муфтилер әл-Шейхтан шығуы керек. Сол кісінің ұрпақтарынан. Яғни дінді біз басқарамыз, мемлекет сендер басқарасыңдар деген секілді келісім болған кезінде тек қана Ибн Баз ғана арасында истисна ретінде кірген. Яғни исключение дейміз ғой. Сол Мұхаммад ибн Ибрахим әл-Шейх, Ибн Баздан алдыңғы муфти. Сол кісінің кітабы бар.
рисалату тахкимил қауанинил вад'ия. Ал-қауанинил вад'ия деген, яғни мен вад'ил башар дейді, адамдар ойлап шығарған, шариғаттан басқа заңға жүгінудің үкімі деген кітабы бар. Сол кітабында Алланың шариғатынан басқа шариғатпен үкім ететіндердің халін, деңгейін баяндайды. Біріншісі дейді, Алланың шариғаты дұрыс емес, ол адамдарға жарамайды деген пікірдегі адам дейді. Сөйтіп басқаратын адам дейді. Бұл адам діннен шығады дейді. Екіншісі дейді, Алланың шариғаты кезінде, сол Мұхаммед пайғамбардың кезінде дұрыс болған, сол уақытқа сай келеді, бірақ біздің уақытымызға сай келмейді деп үкім жүргізген адам дейді. Бұл да діннен шығады дейді. Енді қарап отыратын болсақ, бұл мәселе ол уже иатиқади мәселе, яғни сенім мәселесі. Одан кейін үшінші деңгейі дейді, шариғатта жақсы, бірақ мынау да жақсы деп екеуін бір деңгейге қойса дейді. Ол адам да діннен шығады дейді. Ал тағы бір деңгейі бар, ол еш нәрсе айтпайды дейді. Еш нәрсе айтпайды. Мынау абзал демейді, басқа демейді, екеуі бір демейді, онда еш нәрсе айтпайды, бірақ мемлекетін сол адамдардың ойынан шығарылған заңдарға негіздейді. Американың, Франциядан, жан-жақтан алынған заңдарды басшылыққа алады, сол заңдарды арғай дамыту үшін институттар ашады, сол заңдарды баптарға бөліп, тармақтарға бөліп, арғарай дамытады, сол заңдарды өздерінің нелеріне, яғни күнделікті өмірлерін реттеуге соны кіргізеді, еш нәрсе айтпастан дейді. Бұл дейді, бұдан асқан күпірлік бар ма дейді. Бұдан асқан күпірлік бар ма? Бұл үлкен күпірлік адамды діннен шығаратын дейді. Яғни біздің елімізді осымен кәпір деп жатыр. Ал негізі әхлі сүннаның негізгі ұстанымы, біз күнә жасаумен адамды діннен шығармаймыз. Іспен, ол іспен адамды діннен шығармаймыз. Дегенді жеке адамға алып қолданып көрейік. Жеке адамға алып қолданып көрейік. Жеке адам, мысалы үйінде балалардың арасында әділдік жасамаса, ол Алланың түсіргенімен үкім жасап жатыр ма? Үкім жасап жатқан жоқ. Мирасты дұрыс бөліп бермеді. Бұл адам хакама биғайри ма анзалаллах, яғни Алланың түсіргенімен үкім еткен жоқ. Бұл адам кәпір болды ма? Кәпір болған жоқ. Бірақ күнәһар болды. Күнәһар болды, әлбетте ол күнәһарлық мәселесі, ол басқа мәселе. Бірақ сол ісімен ол кәпір болды ма? Ал неге енді оны сәл үлкен деңгейге келген кезде оны бөліп тастайсың да, мына жерде кәпір болады, мына жерде кәпір болмайды дейсің. Егер кім Алланың үкімінен басқа үкіммен үкім шығаратын болса кәпір десек, оны жеке адамдарға да қолдану керек. Онда әрбір адамды күнә істеген үшін кәпір қылуымыз керек. Себебі ол күнә істеп жатқан кезде Алланың үкімімен үкім етіп жатқан жоқ. Яғни осылайша олар келді да біздің қоғамды кәпір деп жариялады. Енді сол Фатауа Мұхаммад ибн Ибрахим әл-Шейхтің сонда кітабы бар, фатуалар жинағы деген, соның 6-шы томында ол кісіден сұралады. Қайсы бір мемлекет Алланың шариғатынан басқа шариғатпен үкім ететін болса, ол жерден хижрат жасау керек па десе, егер солар басшылықта болатын болса, солар көпшілік болатын болса, онда ол жер дәріл күфір болады, ол жерден хижрат жасау керек деді. Яғни такфир шықты, қайдан шықты? Мұхаммад ибн Абдул Вахабтан, сол кісінің шәкірттерінен, ұрпақтарының кітаптарынан шығып жатыр, хижрада шығып жатыр. Хижрат жасау керек деді. Яғни олар да жамаатул хижрат такфир екен онда. Оларда да тура сол сипат табылып жатыр. Я хижрат жасау керек деді. Бұл Мұхаммад ибн Ибрахимнің фатауа жинағы, фатуалар жинағының 6-шы томының қазір 168 немесе 188 беттерінде. Сұрақ қойылған кезде осылай жауап берген. Енді оларды да біз құтби болған, ихван болған дейміз ба? Одан алдын өткен адамдар ғой олар. Мұхаммад ибн Абдул Вахаб ол Сайд Құтбтың кітабын оқыды ма? Егер кім бұлай дейтін болса, онда ол әлгі Ибрахим алейхиссалам яһуди немесе насрани болды деген адам сияқты. Ма кана Ибрахиму яһудия уа ла насрания. Бұл екеуі де кейіннен шыққан адамдар, кейіннен келген адамдар. Яғни бұл жердегі біздегі такфир проблемасы бұл Мұхаммад ибн Абдул Вахабтың медресесінен шығып жатқан проблема.
Тағы бір навақидул исламдағы бір мәселе, жалпы халықты кәпірге шығаруға. Ал-и'раду ан динилlah ла ятаалламуху ва ла я'малу бих. Діннен бас тарту, дінді үйренбейді, дінге амал етпейді деді. Ал-и'раду ан динилlah ла я'малу бихи ва ла ятаалламу. Яғни бір адамға сен намаз оқысай десең, иншалла оқимын ғой деді, басын бұрып кетті. Амал етіп жатқан жоқ, үйренуге тырысып жатқан жоқ, ол адамды кәпірге шығаруға болады осымен. Енді намаз оқымаған адамды кәпір деп жүрген жоқ па барлық шейхтары? Негізгі барлық шейхтары кәпір деп жүр. Одан кейін тағы да бір харижиттік сипат. Имам Абу Ханифаны иржада айыптайды, муржит деп айыптайды. Егер сен имам Абу Ханифа негізі ол кісі дұрыс пікірді айтты, себебі ол кісі амал иманның негізгі шартына кірмейді деді. Себебі жүрегінде зәреде иман болған адам тозақта мәңгі қалмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде ләм я'малу хайран қат дейді. Яғни ешқандай хайырлы амалы болмаған адам, бірақ сол да тозақта мәңгі қалмайды. Тозақта мәңгі қалмаса, онда ол кәпір емес. Имам Малик, имам Шафиғи, имам Ахмадтарға қарайтын болсақ, олар да иман амалдың шарты деген кезде кемел болуының шарты деді. Харижиттер мен арасындағы айырмашылық, имам Ибн Хаджар ал-Асқалани айтады ғой. Ас-салаф қалу ал-иман и'тиқадун ва амал. Ал-хавариж қалу ал-иман и'тиқадун ва амал деді. Екеуінікі қарап отыратын болсаң бір нәрсе сияқты. Екеуі де иман деген амал және сенім деп жатыр. Хавариждер де сенім және амал деп жатыр. Арасындағы айырмашылық қандай? Арасындағы айырмашылық имам Ибн Хаджар ал-Асқалани айтады. Муазамус салаф, басым көпшілік салафтар деді, амалды иманға кіргізген. Олар амалды иманның кемел болуының шарты етті деді. Кемел болуының шарты етті. Ал хавариждер амалды иманның дұрыс болуының шарты етті деді. Дұрыс болуының шарты етті. Имам Абу Ханифа да амал керек деп жатқан жоқ. Дұрыс кемел иман болуы үшін сенде амал болу керек деді. Бірақ сені тозақтан шығаратын иман ол ла иляха иллаллах Мухаммад расул деп жүрекпен сеніп тілмен айтатын. Бұл осы иман сені тозақта мәңгі қалдырмайды. Егер Алла қалап амал жасамаған адам тозаққа кіргізетін болса. Яғни ешқандай айырмашылық жоқ. Онда неге сен имам Абу Ханифаны осы мәселеде айыптайсың? Онда сен де хавариждерденсің. Яғни қарап отыратын болсақ, бүкіл бағана хавариждік сипаттар бұлардың кітаптарында табылып жатыр. Сол үшін де сол Мухаммад ибн Абдул-Вахаб шыққан уақытта, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб пайда болған кезде имам ибн Абидин рахимахулла ол кісінің үкімін өзінің кітабында беріп кеткен. Сол кісінің сөзімен иншалла сөзімізді тамамдасақ, имам ибн Абидин ол кісінің Раддул Мухтар деген кітабы бар. Имам Хаскафи, Ханафи мазхабының ғалымының Ад-Дуррул Мухтар деген кітабы бар. Соған шарх жазған Раддул Мухтар имам ибн Абидиннің кітабы. Хашият ибн Абидин деген атымен де танымал, оны барлығымыз білеміз. Сол кітапта Китабул Джихад бабул буғат. Джихад кітабы, буғат бабы. Сол жерде мынандай сөздер келеді. Матлаб фиттибаи Абдул-Вахаб ал-Хавариджа фи заманина. Яғни Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың біздің заманымызда хавариждерге еруі дейді. Қаулуху ва юкаффируна асхаба набийина. Яғни имам Хаскафидің хавариждер пайғамбарымыздың сахабаларын кәпірге шығарады дегенге қатысты айтады. Алимта анна хаза гайру шартин фи мусаммал хавариж. Бұл хавариж болудың шарты емес екендігін білдің дейді. Бәл хуа баянун лиман хараджу аля сайидина Али радиаллаху анху. Бұл Али радиаллаху анхуға қарсы шыққан харижиттердің баяны дейді. Ал бірақ харижиттерден болу үшін сахабаларды кәпірге шығару шарт емес. Ва илля фаякфи фихим иътиқадухум куфра ман хараджу алейхим. Харижит болу үшін оларға қарсы шыққандарды кәпір деп есептеу жеткілікті дейді. Есептеу жеткілікті. Кама вақа фи заманина фи атба'i Абдул-Вахаб аллазина хараджу мин Нажд ва тағаллабу аля харамайн. Олар Наждтен шығып, Харамайнда Мекке Мединені басып алған біздің уақыттағы Мухаммад ибн Абдул-Вахабтың артынан ерушілер сияқты дейді. Ва кану янтахилуна мазхаб ал-Ханабила. Олар Хамбали мазхабына еретін деді. Хамбали мазхабына ергенде де фильтрден өткізілген Хамбали мазхабы. Егер олар шынайы Хамбали болса, онда олар қазір қолдарын кіндікке қойып, ата-бабаларына Құран бағыштап, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды барып зиярат еткен кезде тәуәссүлін жасап жүретін Хамбалилер болатын еді. Себебі бұның барлығы алдыңғы Хамбали мазхабының кітаптарында келген.
алдыңғы Хамбали мазхабының кітаптарында тұр. Әл-Муғниді ашасыз ба, басқасын ашасыз ба, ішінде келіп тұр. Кейбір ғұламалар сол ішінде Хамбали мазхабын Ибн Таймияға дейін, Ибн Таймиядан кейінгі Хамбали мазхабы деп бөледі. Көп нәрсесін олар өзгертіп жіберді. Көп нәрсесін олар өзгертіп жіберді. Бұны бана азхарлық шейхтардан естігенбіз. Ол кісілер кейін кімнің сөзін келтіреді? Абдул-Вахаб аш-Ша'рани деген жалпы тасауфтағы үлкен ғалым кісі бар. Сол кісі мынандай сөздер айтқан дейді. Қайсы бір кітабында келеді, есімнен шығып тұр. Алла субханала тағала маған білдірді дейді. Кәшф деген нәрсе бар ғой. Сонымен 4 мазхабты 4 ұзын сызық ретінде көрдім дейді. Ең қысқасы Хамбали мазхабы екен, ең ұзыны өзі Шафиғи ол кісі. Ең ұзыны Ханафи мазхабы екен дейді. Жалпы Ханафи мазхабының ұстанушылар әлемде қарап отыратын болсақ, өзінің мазхабына ең жақсы амал етушілер. Мысалы, кейбір жақтарға баратын болсаңыз, бізден де қаттырақ тұрады. Яғни өзінің мазхабына көбірек амал ететін қазіргі таңда бұл Ханафи мазхабы. Одан кейін басқа мазхабтар келеді. Енді وَكَانُوا يَنْتَحِلُونَ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ Хамбали мазхабын ұстанатын, لَكِنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّ مَنْ خَالَفَ اعْتِقَادَهُمْ مُشْرِكُونَ. Бірақ олар өздерін жалғыз мұсылмандар, олардың сеніміне қарсы шыққандарды мүшриктер деп есептеді дейді. Кімдер? Мұхаммад ибн Абдул-Вахаб, оның артынан ерушілер. وَاسْتَبَاحُوا بِذَلِكَ قَتْلَ أَهْلِ السُنَّةِ وَقَتْلَ عُلَمَائِهِمْ. Сонымен олар әхлі сүннаның ғалымдарын өлтіруді халал деп білді дейді. Халал деп білді, солай істеді. حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام 33 و200 وألف. Кейін Алла субханала тағала олардың күшін кетіріп, олардың елдерін талқандап, яғни әлгі олар басып алған жерлерді қайтадан мұсылмандардың елдеріне кіргізді. Қашан? 1233 жылы дейді. Али Баша білесіздер, Мысырдан келді де, Осман халифатының несімен тапсырмасымен келіп, сол жер соғысып, қайтадан олар басып алған жерлерді мұсылмандардың елінің қатарына кіргізіп, олардың мемлекетін құлатты, қорған мемлекетін. Имам Ибн Абдин рахимахулла бұл жерде олардың хавариж екендігін өзінің кітабында айтып кеткен. Бұл Ханафи мазхабының үлкен ғалымының берген үкімі. Сол үшін де біз елімізде жалпы такфир проблемасы бұл салафизмнен шығып жатқан проблема екенін білуіміз керек. Өткенде такфир мәселесінде жұмада уағыз болған кезде осы тақырыпты көтерген болатын, және соңында мынау әзіл әңгімені айтқан едім. Бір постта тұратын кісі деді. Постта тұратын кісі шекарада. Күнде басқа елден бір адам өтеді деді. Өткенде әлгі без визовый режим, виза шарт емес, мысалы Қырғызстан мен Қазақстан секілді күнде велосипедпен өтеді деді. Тексерсе, қалтасында ашылмаған бір пачка темекі тұрады. Басқа еш нәрсе жоқ, өткізіп жіберді. Екінші күні тағы да велосипедпен өтеді, тексерсе, қалтасында ашылмаған бір пачка темекі. Үшінші күні, төртінші күні, осылайша 20 күн өтеді. Анау ашуланады постта тұрған адам. Сен кімді ақымақ қылып тұрсың деді. Сен әрдайым қалтаңда темекі шегетін болсаң ашылмай тұрады деп ойлап жатсың ба? Сен контрабандамен айналысып жатсың. Бірақ не бір пачкадан күнде адамды ақымақ қылмастан алып өтсең, бірден бір блогын алып өтпейсің ба деп ашуланады. Сонда әлгі кісі күліп айтты дейді. Сен темекімен алданып тұрған кезде мен 20 велосипед өткізіп алдым деп айтады. Енді күнде бір жаңа велосипед өткізеді, бірақ ол қалтасына бағана бір пачка ашылмаған темекіні салып қояды. Анау темекімен алданып тұрған кезде ол 20 велосипед өткізіп алдым деп күлді деді. Яғни біз қазір хижра уат такфир тыйым салынды. Кәні қай жерде Махир Абдул-Азиздің аты жазылыпты, қай жерде Жамаатул хижра уат такфир деген печат бар екен деп біз соны іздеп жүрген кезде біздің елімізге өкінішке орай такфир мына жақта басқа жаққа кіріп, және сол такфирді негіздеп берген такфир харижиттердің ақидасын қайта жаңартқан адамның кітабы бағанағы ертең қабірде жауап беру үшін міндетті түрде оқуға міндет болған кітап болып емін-еркін таратылып жатыр. Ал біздегі такфир проблемасының барлығы сол кісіден шығып жатыр. Сол үшін де біз иншалла бұны біліп жүруіміз керек, және жалпы адамдарға үйретіп,
біздегі такфир проблемасы бұл сәләфизмнен шығып жатқан проблема екендігін түсіндіріп адамдардың көзін жеткізуіміз керек. Алла субханала тағала елімізді, жерімізді бұндай түрлі фитналардан сақтасын. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу